Қостанай облысында бұқаралық спорт дамып келеді. Көптеген спорт секциялары ашылып, кешендер өз жұмысын бастады. Соның бірі биатлон секциясы. Қыркүйек айында ашылған үйірмеде 50 бала жаттығады. Нәтижеде жоқ емес. Елен өзінің спорттағы жолын шаңғы тебуден бастаған. 2-ші сыныпта үйірмеге жазылған ол, осы салада чемпион атанғысы келген. Бірақ кейін жаңадан ашылған биатлон тобы қызығушылығын тудырады. Сөйтіп топ құрамына енеді. Мектептен және спорттан бос уақытында модельдеуді ұнататын Елен болашақта биатлоннан биік шыңдарды бағындырмақ. Биатлон мне нравится тем... Биатлонда қарудан атуға болады. Дәл осы тұсы менің топқа кіруіме түрткі болды. Шаңғыдан алыстағаным жоқ. Осы спорт түрінің ұқсастықтары осы шығар. 5 жыл бойы шаңғы үйірмесінде жинаған тәжірибем құр кетпеді. Биатлонда ғана емес, барлық спорт түрімен айналысу үшін физикалық тұрғыда мықты болу қажет. Сондықтан мен қыста күніне 1 рет, жазда 2 рет айналысамын. Ашылған ұзақ болмаған үйірмеде керек құрал жабдықтар жеткіліксіз. Арнайы аяқ киім мен винтовкалардың санын толықтыру керек. Бірақ спорт басқармасы 70 шаңғымен қамтамасыз еткен. Ата-аналар да өз қолдарынан келгенше тырысуда. Негізгі жабдықтар 500 мың теңгеден кем тұрмайтын көрінеді. Бұған қарамастан балалар жақсы нәтиже көрсетіп жүр. На данный момент уже эти ребята могут показывать результаты. Балалар қазірдің өзінде жақсы көрсеткіштер көрсетіп жатыр. Лазерлы винтовкалардан көздеп атып үйреніп жүр. Енді пневматикалық мылтықты ғана күтіп отырмыз. Сонымен балалар дайындалса, республикалық жарыстарда бақ сынасуға дайынбыз. Бүгінде үйірмеде 50 бала жаттығады. Қысқы топтарға қабылдау жүріп жатыр. Оған жазылу егов порталы мен Метеор қосымшасында жүргізілуде. Гүлім Қажымқызы, Радион Бабич, Қостанай телеарнасы.